Сәлем барлықтарыңызға. Игіліздарға сәлем. Біз бүгін жаңадан шыққан, кеше түнде ғана салынған 91-ның бір ай күттірген сеньорита деп жазылады екен. Испан сөз. Бүгін Нұрка бауырым тауып алдым, Нұрка досымды. Жоғалып кеткен біраз көп уақыттан кейін екеуміз қайтадан бірге видеоларда иншалла бірге болатын боламыз. Жа, көп сөзді қояйық тура өзі видеоға. Бастайын ба? Кеттік. Жа. Тайсың ба? Иә, 100 entertainment. Көзі ақ кеткен. Не дейді? I accept it. Мен келсем, иә. Мынау маған жүзімдегі кімге ұқсап тұр? Жұлдызға ұқсап тұр, бірақ емес, иә? Емес. Жұлдыздан бөлек, бірақ та пышақ не үшін? Анарда Black Panther'ның жазылып тұр, немес тұр ма? Логос. Ант береді. Сүт. Шаманизм кезіндегі дуалаудар дейміз ба, не дейміз? Баланы дуалаудар. Өмір. Иә. Бала есінен танымды. Түсі деп ба? Тұмар. Не дейді? Ба сені күтемін. Бала сені күтемін. Ерін таңбасы әзі. Талап. 90-02 772 904 бір сан кем әйтпегенде жауап көруге болады, хабарласып. Жақсы, ары қарай активе дейді ғой. Күткен қызға звонды. Қазақстан Жаншырай. Кім? Жаншырай қазы шыққа. На, камерадан не деген күшті алған орындарын жаңа ешқандай қайта қараш. Иә, татыр. Кеттік. Қарап тұра? Әне. Бір бейнені қайталаған кезінде дәл сол орында. Иә, күшті сақтаған, иә. Сосын бір қараңғы, бір жарықта. Жаңағы баламның кеудесінде тағы да болды. Яны Black Panther'n ғой, Black Panther'n. Яки сол Black Panther'ды ойнайтын жігіт өткенде қайтыс болған. Арыстанның ба, нейін бейнесі? Black Panther'n досым, сонда бір кино бар, содағы логосы сияқты тәріздес көрініп тұрмаған. Кеуде тұстарына, жүрек тұстарына, Үйлер күшті. Ана жаңа ауысқан жерде тағы да бір. Жатыр, мен қайда көріп қайтасып кешкіш. Қазір, әне. Жарық-жақтан қысаған, е? Иә, ауыстырып тұрған сияқты. Қосқап, қайтадан өшіріп тұрған сияқты. Шөл, құрғақ. Эйстің киімі күштекен, бірақ бірі қарасаң, шешендердің киімдерінің несіне ұқсайтын стилі. Ана оюы қазақ емес, моңғол оюдарға ұқсайды екен, байқадың ба? Иә? Анау бұрынғы біздің қазақтың ертегі кездегі таңбалардың несі сияқты, иә?
Кастрөлде бала мен жаншырай дейсің. Сөздерін түсіну үшін біраз тыңдау, біраз рет қайталап тыңдау керек сияқты. Былай қазақша айтып жатқан сияқты, енді бір қарасаң басқа тілде сөйлеп жатқан сияқты ма? Иә, испан мен онсыз да қазақ тілдің екеуінің былай қосындысы айтқан кезде қазақша естілетін сияқты болырып арнай жазған. Тики. Мына осы TikTok'та жүрген, иә? Баланың фанаттары, фендері. Бала фандар жаншырайды өлтіреді ке. Қысқасы. Бұрындана кімден? Зирузадан қызғанған енді Зируза. Бұл бір ойласаң негізі ұят сияқты, бір ойласаң енді өнер. Ал бала. Екеуін жүріп жүрген болғаннан кейін ешқандай ұят емес деп ойлаймын. Егер жүріп жүрген жоқ, негізі мына сюжетте дегенім ғой. Иә. Мен басқаша. Балафандар. Бала жігіт болып қыздың еріне сүйіп жатқан дейсің. Есейген. Бойтұмар. Бағанағы бойтұмар. Парақтап жинасаң бар ғұмырың, бір сүйген күніңе жетсем екен. Не парақтап жинаған ғұмырың? Өз бірдеңеге жетер ме екен дейді. Ана жерінде қарасаң бір қорқынышты кинотардағы сияқты, иә? Иә, ана ар жағында дыбыстарың өзі күшті шынайы. Сенші, әп-сәтте өте шығатын шынайы махаббат үшін өміріңді құрбан етер ме едің? Құрбан етті. Сонда бір күнгі сүйгеніңмен бірге болу үшін, бір күн бірге болу үшін бар өміріңді қиясың ба деген маған солай сұрайсың. күшті. Иә. Маған шынымен киімдердің стилі ұнады. Иә. Бұлардың стилистері бибоптар қыз ғой ана. Бибопта деген. Алдыңғы кадр алғашқы. Жоқ, қайтадан қайталанды. Келсемін деп. Енді қайталанмағандасың, келіспегендегісіз ғой, иә? Аның көзінің линзі күшті, ақ бет кәдімгі. Қарасы жауап көзетші. Бар. Жаншырайды да кезінде алдында не берген ғой, иә? Қол кескен жаншырайды. Жаңағы шегеткенде. Ал же. Екеуі де кетті. Сен кеткізді ғой бірде. Сеньорита, қызық. 91 Сеньорита directed by Кука. Екеуі де бір үшін жаңағы өмір. Иә, бір күндік үшін екеуі де бір-бірінің барлық өмірдерін махаббат үшін құрбан етті деген маған адамы. Сонда екеуі де бір-бірін құтқара алмай қалған бақсы ма соңында? Қызық. Бала жаншырайды құтқарамын деп өзі бірге кетті. Негізінде бұл да басты көрсетілген сценарий болғанда махаббат пен өмір өлім жайлы сияқты. Иә? Не жазылған?
негизи сол бейне баян істеген кісілердің аты сияқты жақсы тура оқылмай тұр. Directed by Kuka дейді. Kuka деген кім? Сардар Баймолдин. Камерадары басқа кісілер сияқты ғой. Клипі тағы да ерекше, тағы да басқаша, бөлек, бұрынғыларына ұқсамайды. Бейбота істепті жаңағы стильден я киімдерін. Стилистер бейботта ғой. Мейкап жадыра дейді. Нарыде микс мастерін бұрын басқа шетелге істететінді. Осы жолы 100 саундта өздерінің арнайы адамдары істепті әндерін. Саунд дизайн. Қаржы ма? Харгима. Алексей әуені сөзін Дулат. Бұл жолы бұрынғысында Азамат Зеңкей екеуі жазатынды, енді барлық жүк Дулатқа. Эйзи кеткеннен кейін Дулатқа жүк, барлық жүктің бәрі Дулатта қалды шынымен де. Арқалау керек болды енді. Әннің сөзі де керемет, мағыналы. 6 минут па, қашан өте шыққанын мен білмей қалдым ғой. 6 минут 6 секунд. Неше 23 сағат болыпты біз қарағаннан бері, кеше салғаннан бері, қазір 269 мың. Негізі одан да көп қаралым жинауға. Тиісті. Енді негізі жиналады ғой, көп адамдар көріп жатқан шығар. Ән жайында болса әрине өте керемет. Мен басында мына TikTok'та салып жүрді ғой, текке деген жаңа жері. Сонда мүлдем басқаша елестеткем негізі мына әнді. Бірақ ана ортасында ғана жаңа поп сияқты бір қайырмасы емес, несі екен ғой, бір бөлігі ғана. Мен соны қайырмасы ма десем, тіпті ол мүлдем басқа бір кішкене бөлігі ғана екен. Ар жағындағы шынымен де кезіндегі ескі тас дәуіріндегі суреттер. Ана киімде де негізі сол сияқты. Ескі біздің бұрынғы ата-бабамыздың кезіндегі мен қазіргі жаңа заман екеуін бүйтіп үйлестіріп, ана қараңғыда әдейі бұрынғыны алып тұр ғой, қараңғы. Жарықта. Дәл айтасың, киімдерде сонда бөлек өзгереді түстерде. Түстерде өзгереді, киімдерде жарқын. Дәл айтасың. Мен соны жеткізе алмай, басын жұмыстамай, Нұрканың келген қандай жақсы болған. Шынымен де сонда екі кезіндегі ескі дәуірдегі және киімдерде неге сондай ғой, мынандай тымақтары бар. Бұрын жаңа айтпақшы бәрінде алқа болды. Тұмар алқадар. Анандай алтын сияқты бәрінікі. Бұрынғысынан енді бөлек деген, бұрында ондай ештеме негізі тақпайтын еді. Закта болды ма жоқ па білмедім, ана шоуында болды. Шынымен уақыт тез өте шықты. Қайтадан бір клипті де жалпы әнді де бір әдемі тыңдап құлаққа сіңіріп алып, содан кейін барып түсіну керек сияқты. Карантин кезінде жаңағы қарап жатпағандарын көрсетті. Керемет жұмыс, керемет. Жаңа нәрсе, бір ерекше. Жалпы негізінде бұлардың бір жұмыстары келесі жұмыстарына ұқсамайтын, мүлдем басқаша ғой. Сонысымен ерекше, сонысымен де бұлар Q-pop, қазақ поп лидерлері болып тұр ғой. Керемет сөз жоқ. Біздің пікіріміз, біздің ойымыз, алғашқы Сенертенің видеосын көргеннен кейін біздің реакциямыз осылай болды. Енді бала фандарға Жаншырайды жайына қалдырыңыздар десең. Расымен де енді осыдан кейін меніңше баланың фанаттары Жаншырайға деген көзқарастары өзгер болған деген бір жек көріш пайда болатын сияқты. Кейбіреулер қызғанады. Әртүрлі адамдар бар ғой қазір. Осының ішінде клиптен бастан аяқ ішінде ең өзгеше бір жарған жері сол. Ерекшесі. Сосын адамның несін тудыратын, жаңағы есінде қалдыратын. Тура есте қалды. Бомба сияқты. Осының ішіндегі бомба, клиптің ішіндегі бомба. Баланың мен Жаншырайдың сүйісуі. Неге баламен бұрынғы жүзімдағы Жаншырай таңдаған
білмедім неге бала басқа мына 100 Entertainment'тің академиясындағы балаларды сондағы оқып жатқан жалпы. Жо неге анада бала емес, неге зак немесе әлем красавчик. Иә, сымбат. Түсіндік. Қазақстанның тілімен айтқанда красавчик. Сіздердің біз айта алмаған пікірлеріңіз, сіздердің жеткізе алмаған түсінбеген. Иә. Дүниелер болса, сіздер астына комментарий арқылы пікір қалдырыңыздар, және бізді қолдап subscribe және осы видеоға лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық иглздарға және балафан дей ма? Балапан. Балафан ғой. Балапандарға тағы да сәлем болсын. Енді Зирузаны ұмытыңыздар енді. Ендігі неме дешейді? Қарсыластарыңыз жаншырай болды. Былай қарағанда екеуі жарасады менше. Саған? Иә, әрине жаншырайды әдемі қыз. Бірақ жүзімнің тарап кеткені шынымен өкінішті, өте өкінішті. Жақсы топ еді. Жақсы болған еді. Қызық өте қызық. Енді ауызбіршіліктер болмады деп көріміз ғой енді оларды. Және де Езидің да кеткені мен үшін. Иә. Мен қарындасым айтады ғой, күнде айтады маған. Андар бір күн тағы да бір концерт берген кезде Ези бүйтіп сахнаның астынан бүйтіп шығып келетін сияқты деп сөйтіп маған. Андар бәрі ойын сияқты. Ези бұлар менің ойымда енді басында кейбір топтар құрылған кезде енді анандай құрамда өзгеріс болатын сияқты бір сезіледі ғой адамға. Менің ойымда бұларда ондай болмайды деп ойлайтын. Бұлардың бесеуі ешқашан бөлінбейді. Анау қазақтағы көп үлкен топтар бар ғой бұрынғы, мысалы Досмұқасан деген сияқты. Олар ешқашан бөлінбеген. Бақыт ағамыз қайтыс болған кезде ғана. Бақыт беді, шатасып отырмын. Ақжол кірді ғой енді. Сол сияқты жүреді деп ойлаған едім, бірақ та Ези енді өзінің жеке шығармашылығымен кеткен екен. Иә, оның екеуін негізі қарап отырса Езидің әлемі бір бөлек қой, басқа әлемде өмір сүретін сияқты, әндері де солай. Жақсы, біз видеоны көп созбайық. Осымен осы реакция. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар. Peace.